Енді бұл тағамды жақсы көрмейтін адам жоқ шығар, өте дәмді тағамдардың бірі. Алдымен қызып тұрған майымызға жарты ас қасық қант салып, етіңізді дәл осылай қуырып алыңыздар. Қып-қызыл болып және де жұмсақ болып піседі. Етіміз әбден қуырылғаннан соң пияз салып, қақпағын жауып, тағы да бір 15 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін көкөністерімізді саламыз. Мына жерде менде сәбіз және де болгар бұрышы, барлығын кубиктап турадым. Дәміне қарай тұз саламыз және де чунгустамның арнайы дәмдеу үшін қосамын. Халал сертификатталған, жоғарыда көрсетілген номерге хабарласып тапсырыс берсеңіздер болады. Енді бізге бір зуалақ қамыр қажет болады. Ұнымыздың үстіне тұз және де салқын су құйып, орташа тығыздықтағы қамырды илеп дайындаймыз және де 15 минутқа тындырып қоямыз. Енді пісіп тұрған етіміздің үстіне картошка саламыз. Негізі картошка салмай қойсаңыздар да болады, ол өзіңіздің қалауыңызға қарай. Қамырымызды орташа қалыңдықта жайып, дәл видеодағыдай кесіп дайындап аламыз және де қайнап тұрған суға салып қамырымызды пісіріп аламыз. Міндетті түрде суға тұз салуды ұмытпаңыздар. Біздің қамырымыз піскеннен соң үстіне 1 стакан салқын су құйып сүзіп аламыз. Сол кезде бір-біріне жабыспай әдемі болып шығады. Осымен біздің тағамымыз дайын қыздар. Өте дәмді және де тойымды тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт пайдалы болса, парақшамды жоғалтып алмас үшін дәл қазір тіркеліп алыңыздар. Ас болсын.